қайырлы кеш достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, өте нәзік болып шығатын алмадан жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қантымызды аз мөлшерде сала отырып миксерлейтін боламыз. Массамыз аппақ болып ағарғанға дейін миксерлейміз. Үстіне қаймағымыз бен сұйық майымызды құйып миксерлейміз. Ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Және де аз мөлшерде ұнымызды осылай қоса отырып, тағы да миксерлейміз. Алдын ала жуылған алмаларымызды алып, сыртқы қабығын ашып, ішіндегі дәндерін де алып шығамыз. Алмаларымызды ұсақ бөліктерге бөлеміз. Туралған алмаларымыздың үстіне осылай лимон шырынын сығып, жақсылап араластырамыз. Дайын қамырға алмаларымызды саламыз және де жақсылап араластырамыз. Қамырға мен 2 дана алманы турап салдым. Қалған 2 түйір алманы да осылай бөліктерге бөліп, ішін тазалап аламыз. Осылай ұзынша етіп жіп-жіңішке етіп тураймыз. Туралған алмаларымызды осылай пирогымыздың үстіне гүл тәріздес етіп қойып шығамыз. Негізі бұлай жасау міндетті емес. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 1 сағат уақыт бойына пісіретін боламыз. Ал мінекей достар, біздің шарлотка деп аталатын пирогымыз дайын. Үстіне әсемдік үшін қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Сондықтан да сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай қамыры өте жұмсақ болып шығады. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке.